Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің есімім Алия, және де бұл менің тоқыма жайындағы каналым. Қош келдіңіздер. Мен бір жылдан бері видео түсірмей кеттім, өкінішке орай. Біраз уақытқа жоқ болып кеттім. Ол жайында толық айтып, мен сіздерге келесі бір видеода арнайы бір видео түсіремін, қайда не үшін жоқ болып кеткені жайында. Ал қазір сіздерге осы соңғы 6 айда тоқыған бұйымдарымды көрсеткім келіп отыр. Неге 6 ай деп отқаным? Себебі мен босанып үйге келгеннен кейін қайтадан көп тоқи бастадым. Оған дейін менде қатты токсикоз болды, жүктілік қиын өтті. Сондықтан жүктіліктің кезінде мен мүлдем тоқымадым. Қазір қызым 4,5 ай, жақында 5 айға толады. Осы соңғы 5 айдың ішінде тоқылған заттар десем де болады. Соларды сіздерге көрсетіп, кішігірім бір кадрмен видео түсіргім келіп отыр. Өйткені менің өзім өте қатты адамдарға тоқыған бұйымдарымды көрсеткім келеді, өзім жайлы айтқым келеді. Өкінішке орай оған мүмкіншілік болмай жатыр қазіргі таңда. Көп видео түсіруге, сіздерге неше түрлі мастер-класстар түсіруге, бірақ жақында уақыт арнап, уақыт тауып, көптеген мастер-класстар түсірем деген мақсат бар. Жақында қызықты мастер-класстар күтіңіздер. Ал қазір мен сіздерге өзімнің тоқыған бұйымдарымды көрсеткім келіп отыр. Біріншіден, мен неден бастағым келеді? Мен әрине ойыншықтардан бастағым келеді. Мінеки қоян. Бұның шапкасы шешіледі, шарф тоже шешіледі. Аяқтарын, қолдарын бөлек тігемін, денесін, басын цельно бірге тоқылады. Құлақтарын мен бөлек тігемін. Бірақ расчет жасап, негізінде аяғында, құлағында бәрін қосып жіберуге болады. Бірақ мен бұл мастер-класстың схемасын жазған жоқпын. Бұл толық өзімнің схемам. Мен ойдан тоқығандықтан мен, скажем так, предпочитаю больше пришивать конечности, чем сразу. Өйткені мен ойдан тоқимын ғой. Міне бұның да шапкасы бар, шарф, және де артына рюкзак бар. Рюкзактың ішінде кішігірім кітап бар. Майысып қалыпты ғой міне. Міне. Осылай. Сумкасына салып қояқ қайттан. Мына жерге тағы да кнопочка специально пришивать етем ба дегем. Тығып қою керек кнопкасын. Осындай екі бір-біріне ұқсайтын қоян тоқыдым. Бұл жіп ярнар джинс, бежевый, және де микропаеткасы бар, хлопковый жұқа жіпті бір-бір қосып тоқыған болатын. Сондықтан да ол міне осылай жылтырлап тұрады, сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Екі қоян. Одан кейін көрсетейін деп отқаным мындай бақа. Осы бақаға менің каналымда мастер-класс бар. Кіріп, қарап тоқысаңыздар болады. Бұл бақа өте тез тоқылады. Егер сіздер ярмаркаға, маркеттерға шығып жүрсеңіздер, осындай бақаны тоқып сатсаңыздар болады. Бұл өте жақсы өтеді. Мен бұрын ярмаркаға өзім шығып жүргенде бұл бақаларды балалар жақсы көреді. Осылай аяғынан, қолынан ұстап сатып алып бер деп әке-шешелеріне өтініп тез сатылып кететін. Негізі өзім де ярмарканы сағынып жүрмін. Тезірек күн жылып балапандарым өссе екен, мен де ярмаркаға шығатын. Келесі міне аниме көретіндеріңіз болса, бұл персонажды танып тұрсыздар деген үміттемін. Бұл Тоторо. Мен өзім анимені жақсы көрем. Және де Хаяо Миядзакидің бүкіл анималарын көріп шыққанмын. Бала күнімде осы именно Тоторо анимасын көп көретінмін. Өзіме ұнайтын Тоторо. Және де мен, сіздер білесіздер деп ойлаймын, өте жаңа жылдың алдында, осы 2025-тің соңғы жағында, осы да «Очень странные дела» деген фильм
өте популярный болып кетті. Ол бірақ именно сол соңғы сезон шыққан кезде қатты популярный болып барлығы да тоқи бастады. Бірақ мен роддомнан келген кезде мен октябрь айында босандым. Ноябрьда әлі 5-ші сезон шықпай тұрғанда өзім қайтадан сол 1-ші, 2-ші сезон көрейінші деп көріп, Демогоргонды тоқып көргім келеді. Сонымен осындай Демогоргон тоқимын. Артпай ала тұрайын сіздерге. Жақсырақ көріну үшін. Осындай Демогоргон тоқимын. Ешқандай мастер-классыз, дымсыз, өзім ойдан плюшевый жіппен. Одан кейін осы декабрь, январь айларында Демогоргонның мастер-класстары YouTube'та да, Pinterest'та да қаптап кетті. Бірақ білмеймін, егер сіздерге Демогоргонның осындай мастер-классы керек болса, менің тоқыған Демогоргоным сіздерге ұнаған болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Оп-оңай тоқылады. Мен сіздерге отдельно қазақ тілінде болсын, егер қаласаңыздар орыс тілінде де сіздерге осындай Демогоргонның мастер-классын түсіріп бере аламын. Тез тоқылады на самом деле. Былайнан қарағанда қиын секілді көріну мүмкін, бірақ олай емес. Осындай Демогоргон, мен бұндайдың бірнешеуін тоқыдым, қазір көрсетейін. Міне екіншісі. Қазір тағы осының үшіншісі бар тұғын. Қазір таппай тұрмын. Бәлкім қыздарым, кіші қыздарым алып кеткен болар ойнауға. Міне екі қоянды кадрдан ала тұрайын, сіздерге басқа ойыншықтарды анығырақ көрсету үшін. Екі қоян. Тоторо, пока-пока. Және Демогоргондар. Және де мен қайталап мынандай өзімнің ойыншығымды тоқыдым. Сіздер менің ескі видеоларымды, 1,5 жыл бұрынғы видеоларымды көрген болсаңыздар. Ой, бұның кемес. Бұл менің өзімнің ойлап тапқан схемам, өзімнің персонаждарым. Бұл лесной дух, травник. Міне. Және бұл лесной духтың досы бар. Ол міне, бұл лесник тоже. Менің ойдан құрастырған персонаждарым. Егер сіздерге, кешіріңіздер, камераны түртіп қалдым. Бұл ойыншықтарды ұнаған болса, мастер-класс қаласаңыздар, мен сіздерге бұл ойыншықтарға да мастер-класс жасап бере аламын. Негізі, бұндай қызықты ойыншықтар өте креативті, сондай балалар қызығады, үлкен адамдардан, тек қана балалар емес. Мысалға, маған осындай ойыншықтар қызықты. Бұндай ойыншықтарды ойнау үшін емес, декоративті, мысалға, кітап сөресіне, мысалға, книжный полкаға әдемілеп қойып қоюға, осындай ойыншықтар маған өте өзіме ұнайды. Егер сіздерге де бұндай необычный ойыншықтар ұнаса, осындай ойыншықтарға мастер-класс қаласаңыздар, ол жайында да жазып кеттіңіздер. Мен мастер-класс түсіріп YouTube'қа салуға тырысамын. Енді осы уақытта, осы мартта алдыңғы жыл жоғалып кеттім. Енді мартта қайтадан оралып тұрмын. Осы наурыздан бастап қайтадан апта сайын видео түсіруге тырысамын. Келесі видеода мастер-класс, я болмаса мен ойыншықтардан бөлек тағы да киімдер тоқыған болатынмын. Бәлкім келесі видеода өзімнің крючокпен тоқыған киімдерге сіздерге обзор жасайтын боламын. Егер сіздерге тоқылған кардигандар, кофточкалар, тағы басқа нәрселер мен тоқыған ұнаған болса, ол жайында да жаза кетесіздер. Мен сіздерге тегін мастер-класс түсіріп беремін. Міне, бұл ойыншықтарды кадрдан алайын. Міне, әдемі. Барлығын сіздер білесіздер, мен крючокпен тоқимын. Мынаның әр көзі әр түрлі түстен. Міне. Және де сіздерге мынандай қуыршағымды көрсеткім келіп отыр. Шапкасын шеше салайын. Көйлегі шешілмейді, цельно вязаны, сумкасы шешіледі. Мынандай ботинки, тізесін былай отдельно тоқылған.
аяқ киімнің астына формасын ұстап тұру үшін мен кішкентай пластикті кесіп саламын. Мен кейбір осы ютубта видеолар көрдім, кейбір тоқымашы қыз-келіншектер тоқыған кезде аяғына картон салып жүреді екен. Мен ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені бұл ойыншықтар жуылады ғой. Олардікін білмеймін. Бәлкім жуылмау керек шығар. Бірақ мен өзімнің 4 балам болғандықтан, өзім оларға ойыншық тоқығандықтан, мен ол тоқылған бұйымдарды кәдімгідей кір жуғыш машинеде жуамын. Және де картон, ол қағаз ғой, все-таки жуған кезде езіліп кетпеу үшін, бұйым бүлінбеу үшін картон емес пластик саламын. Кәдімгі пластиковый крышкалар болады ғой, майонездің болсын, қаймақтың болсын, пластиковый посудалар болады специальный доставкамен алған кезде. Сол пластиковый посудалардың крышкасын сақтап қоясыздар дағыны. Жуып әрине таза күйінде осының формасымен қиып алып пластик қойған дұрыс. Картон қағаз қойсаңыздар, ол жуылған кезде ол бүлінеді. Ал пластикке дымда болмайды. Бұл ойыншықта қолында аяғында каркас жоқ, тек мен тығыз етіп ішіне холофайбер салдым. Ол прям формасын ұстайды. Бүйтіп ұрсаңыздар прям дауысы шығады. Мен бүкіл ойыншықтарымды тығыз етіп ішіне холофайбер саламын. Өйткені бұл тоқылған ойыншықтар біраз уақыттан кейін холофайбер ол өзі бастырылып қалады дағыны. Ойыншық жатқан кезде өте жұмсақ болып, формасын ұстамай, сондай болып қалады, рыхлый болып. Ол әдемі емес. Чтобы форманы долго держала, ұзақ уақыт бала онымен әдемі күйінше ойнағанын қаласаңыз, ойыншықты осылай тығыз етіп толтырған жақсы. Ал ойыншықты тығыз етіп толтыру үшін сіз полотноны тығыз тоқу керексіздер. Крючокты кішірек крючок алған дұрыс. Міне холофайберін бір жерінен де көрінбейді. Тығыз тоқылған, холофайбер қатты прям толтырылып салынған, формасын ұстап тұрады. Бұлайынан тұрғызуға да болады. Мен қазір упормен вообще жақсы тұрады. Міне осындай ойыншық. Өзім осындай формада қаладым. Ұзын аяқтарымен, осылай көйлекпен, комбинезон сияқты қылдыртып тоқып. Өзім осылай қалағаннан кейін осындай қуыршақ тоқыдым. Міне. Көйлегі цельновязанный. Аяқ киімі де, кстати, шешілмейді, цельновязанный. Келесі мен сіздерге көрсетейін дегенім, ол мынандай кішігірім ойыншықтарым. Я не знаю, бұны өзім үшін пысып отырып, не тоқсам екен деп. Кейде болады ғой, тоқуға деген желание жоғалып кететін кезде. Не тоқсам деп, осындай то ли кошка, то ли собака. Осындай тоқыдым. Және де солай ішім пысып не істеймін деп отырған кезде, не тоқсам болады деген кезде мен мынандай медузалар тоққан жақсы көрем. Бұл менің остаток пряжаларым секционного крашения. Мынау да бір пряжа, бір жіп. Просто секциялары әртүрлі, сондықтан олар прям цветной әртүрлі болып шығады. Бұл брелоктар. Және де мынандай ойыншық. Көрдіңіздер ме? Бұл да медуза. Бұған әлі брелочный крепление қадаған жоқпын. Осындай көздерімен әп-әдемі. Міне тағы да. Өзімше дайындалып жүрмін. Жақында ярмаркаға барсам екен деп. Надеюсь, удастся. Және де мен мынандай кит тоқыдым. Бұл киттің да мастер-классы менде осы каналда бар. Мастер-классы деген бөлімге кіріп тоқысаңыздар болады. Бұл кит вообще 5 минутта тоқылатын ойыншық. Қазір енді брелокқа кеттік па, сіздерге кішігірім брелоктарын бәрін көрсетіп шығайын. Бұл сіздер таныған боларсыздар. Пельмешек, тоқылған пельмень брелок. Және де мен мынандай қазір айтады, бомбоньерки дейді, тағы басқаша атайды екен. Мындай кішкентай сумочка. Бұның ішіне AirPods, наушник сияды, кілт салып қоюға болады, я болмаса мелочи.
осындай қылып тоқыдым. Бұны күнделікті мойнымызға асып жүрген сумкаға іліп қоюға болады. Бір жағынан әдемі сүйкімді брелок болып тұрады, бір жағынан наушнигіңізді жоғалтпайсыз деген сияқты. Я болмаса үлкен сумка тағып жүрсеңіз, наушнигіңіз сумканың ішінде жоғалып қалмау үшін, я болмаса сырты сырылып қалмас үшін осындай мешочкқа салып қоюға болады. Бұндай мешочктың тағы мынандай үлкендеу түрін тоқыдым. Бұл да осылай ашылады. Міне, барлығы мынау бір пряжа ғой. Менде астатып қалып қойған, қайда кетірерімді білмей, осындай кішігірім ойыншықтар тоқып тастадым. Тағы да медуза бар екен. Мынандай кішкентай мешочек бар. Бұл прям брелочек секілді қылып жасадым. Оның ішіне не салуға болатынын да білмеймін, бірақ өте сүйкімді. Вот такой вот маленький мешочек. Және де мынандай брелок мешочек тоқыдым. Бұл прям асты томалақ формасын ұстайды. Осындай оюды әдемі қыстырып қойдым. Бұл үстерге прям әдемілеп қойып көрсету керек еді. Тузаларым. Тағы сіздерге мынандай пауықтарымды көрсетейін. Міне, бұндай пауықтарды мен бұрыннан тоқимын. Бұрынғы видеоларымда да бар. Кстати, осы пауықты тоқу тоже оп-оңай. Егер қаласаңыздар, мен сіздерге бұл пауықтарға да мастер-класс жасап бере аламын. Міне, мынандай да пауық бар. Әдемі көрінеді. Бұндай брелоктар ярмаркада өте жақсы сатылады. Және мынандай утенок, бұл вообще өте популярный. Бұның мастер-классы ютубта өте көп. Әртүрлі блогерлер крючокпен тоқитын осы утенокқа мастер-класс түсіріп тастаған. Бірақ егер сіздер қазақша мастер-класс керек десеңіздер, бұған да сіздерге отдельно мастер-класс түсіріп бере аламын. Бұл да менің схемам. Міне. Бұл үкі. Көздері жасыл. Ал үкіні бұл менің схемам емес. Бұл Аверьянова Тойс деген орыс тілді тоқыма блогер бар. Сол кісінің схемасы. Мұнда көзі екі түрлі көрдіңіздер. Жасыл, мұнда қызыл. Әп-әдемі үкі. Міне тағы да. Үкілерді құстарды тоқыған жақсы көрем, және бұларды өте тез тоқылады. Ярмаркада сосын тұрған кезде балалар өте қызығады осындай ойыншықтарға, тез сатылып кетеді. Тем более көздері әртүрлі болғанда, радужкамен жылтырлақ көздерін салған кезде кішкентай қыздар да, ұлдар да прям қызығып алып кетеді, рюкзактарына қыстырып. Міне. Осындай. Және де жаңа жылдың алдында мен мынандай атты тоқыдым. Астына бір каркас болатындай пластик ба, бірдеме салу керек еді. Міне. Көзін, аузын жасайын ба деп ойлағам. Сосын бізде тоқыма чатында қыз-келіншектерге көрсетіп едім. Олар айтты, бұнда и так хвостик и несі түрлі түсті секционы жіптен тоқылғаннан кейін көз керек емес. Осылай да әдемі дегеннен осылай қалдырдым. Бұның да мастер-классы осы ютубта бар. Іздеп қарап көрсеңіздер болады. Бұл менің мастер-классым емес, мына аттікі. Бірден айтып қойын. Ал енді мен сіздерге мына кучканы алып тастайындағыны тоқылған қызықты сумочка тоқыдым. Өте күлкілі. Мен бірден айтамын, ол сумканың идеясын мен Pinterest'тан көрдім. Және де мастер-класстарын іздегенде жоқпын. Қарап бірден түсіндім, оп-оңай тоқылатынын. Егер сіздерде крючокпен бұрыннан тоқып жүрген адам болсаңыздар, сіздерде тез оңай түсінесіздер деп ойлаймын. Сондықтан да мен без какого-либо мастер-класса оны өзім тоқып шықтым. Ол
Міне мынандай күлкілі сумочка. Осылай аузынан телефонды ішіне салып қоюға болады. Және де менің ойымша бұндай сумка кішкентай қыздарға ғана емес. Так, для прикола, например, casual стильмен, жаздың күні джинсымен, футболкамен жүргенде менің өзімде осындай күлкілі сумканы алып, телефон салып жүруге пайдаланатын едім. Почему бы нет? Очень прикольная сумка. Бұндай сумканың бірнеше түрін тоқыдым. Міне. Сіздерге бұндай сумочканың мастер-классы керек болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мастер-классын жасап көрсетемін. Міне аяқтары плюшевый жіптен. Ауыз арқылы осылай телефон салуға болады. Телефон сияды. Және де прям для телефона мынандай узкий. Аузы үлкен. Екі түрлі қылдыртып, күлкілі. Мына аяқтары мынада бір жерге қарап тұр. Осындай күлкілі сумочкаларды тоқыдым. Мән бермеңіздер, бұл фильтрдің дауысы шығып кетті. Қазір мен экстренный кухняда видео түсіріп жатырмын, сондықтан фильтрдің дауысы осылай шығады. Кешірім өтінемін. Міне осындай сумка тоқыдым. Және де бұдан бөлек телефонға арнап мынандай сумкаларды тоқыдым. Міне өте әдемі деп ойлаймын. Күн жылығанда құдай қаласа менде ярмаркаға шыққым келіп отыр. Және де бұл сумкалар телефонға арналған өте популярны болады деп ойлаймын. Өтіп кетеді деп ойлаймын. Міне мына фильтрдің дауысы қатты шығып кетті ғой. Өтінем мән бермеңіздер. Міне 3 осындай сумка тоқыдым. Телефонға арналған. Судың фильтрін өшіріп тастауға тура келді. Кішкене үзіліс болды. Міне осындай сөмкелер тоқыдым. Мындай магнитный креплениямен телефонға арналған. Бұл да Yarnar Jeans плюс жібінен тоқылған, қалың формасын ұстап тұрады. Ал мынау Қытайдың жібі, молочный хлопок деген, өте қалың. Этикеткасы болған жоқ бұл жіптің маған келгенде. Мен кәдімгі біздің Каспий магазиннен заказ берген болатын. Ал мынау тоже Yarnar Jeans плюс жібінен тоқылған. Осылай телефонның, бұл өте ұзын былайдан. Телефон толығымен сияды. И осылай тартып, жауып байлап қойға болады. Осындай сумкалар тоқыдым. Қазір енді сіздерге не көрсетсем? Мен осы жоқ болған кезімде біраз нәрсе тоқыған болатын, сондықтан не көрсетерім білмей тұрмын. Сіздерге мына жилетканы көрсетейін. Бұл мен 2 жасар қызыма арнап тоқыдым. Я прям бұрын ойлайтын едім, жылма-жыл туатын әйелдер қиын емес па, қалай болады екен деп. Сонымен 2-ші қызым мен 3-ші қызымның арасы 8 жыл болғаннан кейін, 3-ші қызым босанғаннан кейін енді көтермейтін шығарым деп ойлағам. Сөйтсем, мен де жылма-жыл туып, қазір кішкентайым біреу 2-де, біреу 4,5 айлық. Но сейчас не об этом. Мне бізде қыстан күні өкінішке орай өзіміздің пәтеріміз суық болды. Тұрып жатқан сол кезде мен осындай жилеткалар сатып алдым, және де тоқып бердім қызыма, көкірегі жылы жүру үшін. Бұл жилетка міне бабушкин квадраттарды бір-біріне қосып, оңай тоқылады. Alize Softy жібінен тоқыдым. Бұны мынандай, видите, қосылған жерлерін осылай выпуклый қылып, мына жағымен де киюге болады, және де мына жағымен де киюге болады. 2 жағымен де әдемі көрінеді. Негізі маған былай да ұнайды. Көрдіңіздер ме? Мына жақта уже тігістер астында. Тігіс емес, бұл мен бір-біріне кәдімгідей крючокпен қосқан болатын. Осылай жай. Бұған қолдарын тоқып, кәдімгі полноценный кардиган қылып жіберуге болады. Жіптер тоқып, на завязках қылуға болады, я болмаса түйме де салуға болады, бірақ бұл мындай қарапайым жилетка қылып тоқыдым.
Өте жылы, өте жұмсақ. Ализе софти жібін білетіндеріңіз болса, на ощупь очень приятная пряжа. Осындай жұмсақ жилетка тоқылған болатын 2 жасар қызға. Мынау квадратиктан 40 штук квадратик кетті. Бабушкин квадрат. Міне, осылай қолтығымда соединение. И артын көрсетейін кетейін. И просто осылай квадратиктарды қосып, бір-біріне жалғап, бұлайнан көкірегін и жан-жағынан бір тоқып шықтым, айналдырып болды. Міне осындай жилетка. Және де қызыма 2 жасар мынандай кардиган тоқыдым. Сіздерге қазір толық көрінбейді. Келесі бір видеоны түсіріп жүрермін. Толық киімдерге арналған. Мен соңғы кездері тоқыма чат бар ғой WhatsApp'та бізде. Сол чатта қыз келіншектер киім тоқып, сондай көрсетіп жатады, бір-бірімен бөлісіп, мастер-класстарын жіберіп. Мен де прям тоқығым кеп кетті киімдерді. Мен негізі өзіме кардигандар сондайлар тоқитынмын. Оны білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Алдыңғы видеоларда көрсеткен болатын. Ал енді прям кіші қызыма осындай тоқып бастадым. Фильтрдің дауыс қайттан шығып жатыр, бірақ уже бутылкаға су толтырылып жатыр. Кешірім өтінемін, қазір өшіріп келейін. Міне осындай жилетка, кардиган тоқыған болатынмын. Міне қалталары бар. Қалталары рабочий. Бұл просто бабушкин квадрат. Регланом сверху тоқылған. Мынау жіп сіздерде кадрда қазір жылтырлап тұр. Негізі өмірде ондай прям қатты жылтыр не емес. На ощупь бұл да Ализе софтиге ұқсайды кішкене, бірақ бұл велюровый жіп. Бұл да китайский жіп, по-моему. Бұны мен қателеспесем Темудан заказ бердім. Осыдан 2 жыл бұрын менде 2 маток па, 3 маток па жатқан. Мен содан осындай кардиган тоқыдым, және жеңіне жетпейтінін біліп, осылай жеңіне кәдімгі ярнар джинс жібінен қолдарын тоқыдым, қалтасын қостым, және 3 түйме қостым. Міне осындай кардиган. Артын көрсете кетейін сіздерге. Қарапайым жеңіл тоқылады. Бұл кардиганға да мастер-класстар бар ютубта. Осындай. Жеңінде резинка. Мінекей. Енді сіздерге тоқылған басқа арналған бұйымдарды көрсетіп шығайын. Бұйым деп отқаным, мысалға, мінекей. Бұл кішкентай қызға арналған. Мен ютубта осы бір орыс блогерін көремін. Ол осындай бұйымды тоқып, шрепчик дейді. Және де специально мастер-класс түсіріп, ол мастер-класс, по-моему, платный. Бірақ мен просто бұйымды көріп, оңай тоқылатын бірден түсініп, өзім осылай етіп тоқыған болатынмын. Бұл как уши Шрека, наверное, из-за этого она называет шрепчик. Бірақ мен просто завязка, повязка на голову деп айтайыншы. Осындай. Өте сүйкімді, негізі қыз баланың басына тағып қойған кезінде әдемі көрінеді. Сіздерге сосын бір видео түсіріп көрсете жатармын. 2 жасар қызыма мен таққан болатынмын. Сүп сүйкімді болып көрінеді. Міне осындай шрепчик, повязка на голову тоқыдым. Және де мынандай әп-әдемі косынка тоқыдым. Жағымен көрсетейін сіздерге. Міне бұл косынкада мынандай оюлы әдемі элементтерді қостым. Кәдімгі 3 бұрыш косынка, және де соңында осындай каемка етіп веерочками обвязала. И кәдімгі просто завязка.
Мынау Ярнард джинс, ал мынау Ярнард, тоже Ярнардтың жібі, серебристый, металлический сияқты, бірақ бұл металлический емес, кожаға приятный ападемі жіп. Осындай косынка тоқыдым. Осылай қояйын. Одан кейін остаток жіптерден 2 жасар қызыма осындай шапка тоқыдым. Білет шығарсыздар, осындай шапкалар өте популярный болып кетті, өйткені Miu бренді осындай қалдықтардан тоқылған шапка, сумка, неше түрлі кардигандар шығара бастады. Прям Miu деген жазылуымен. По-моему, сол бренд популярный қылды, бірақ мұндай из остатков пряжи крючокпен, вообще спицамен тоқитындар бұрыннан тоқиды деп ойлаймын бұндай бұйымдарды. Жеп-жеңіл күздік шапка. Мен 4-ші қызыма жүктілік кезінде соңғы айларында тоқыдым. Бізде уже сентябрь-октябрь айында салқындап кеткен кезде 2 жасар қызым осы шапкамен жүрген болатын. Және де сіздерге дәл мынандай расцветкамен мынандай тақияны көрсеткім келіп отыр. Тақия дейма, не дейді мынандай? Доккер дейма, қазір популярный болып кетті ғой мындай бүктелген. Осындайды тоқыдым. Әдемі көрінеді. Қазір мен аяқта манекен. Видеода дұрыс көрсете алмай тұрмын сіздерге. Міне, осындай бұйым тоқыдым. Осылай қойып қойын. Және де мен мынандай розовый Ярнард джинс жібінен целый үлкен пачка алғанмын. Содан қалғанынан не тоқиым деп мынандай шапка тоқыдым. Гүл секілді. Қазір мына манекенге кигізіп көрсетейін. Осылай, қазір мынаны алып тастайын, Осылай болып тұрады. Кішкентай қыздың басында прямо өте прикольно смотрится. Мынаны былай тоже қыстырам ба деп ойлағам, бірақ өзімнің үйдегі қыздарым жоқ, мама осылай бола берсін деді. Әдемі көрінеді. Осындай необычный гүл шапочка тоқыдым. Және бұл шапочканы тоқып болғаннан кейін тағы да бір уже мынандай шапочка тоқыдым. Как будто это цветочек, а это как будто бы клубничка или, не знаю, яблочко. Мына осындай ажурный қылдыртып, ажурный дейма, валанчиками вот так вот. Егер сіздерге осындай қызғылықты балаларға арналған шапкалардың мастер-класс керек болса, ол жайында да жаза кетіңіздер. Бұл шапкаларды тоқу өте оңай. Жапырақтарымен, как помпочку, листочек. Осылай тоқыдым. Екінші шапочка. Қызғылықты шапкаларды көрсетейін. Және мындай үлкен размерде мындай шапка тоқыдым. Бұл шапка менің 5-ші сынып оқитын қызыма тура келеді. Мындай моншақтарымен. Және бұл шапка тіпті маған да сияды. Жаздың күні шорты футболкамен мен де киер едім. Әп-әдемі. Мынау басқа оттенок цвет қызыл, мынау басқа. Мынау более яркий такой. Мынау более темного цвета красный. Бұл молочный хлопок жібі. Және мынау шапкаға мынандай моншақтармен үйлессін деп мен бір сумочка тоқыдым. Мынандай сумканы әлі ремешок тоқыған жоқ. Просто мынандай үйде мен мынандай специально ремешоктар сатып алған болатын. Тағы да сумка тоқысам. Мынандай ремешоктар қыстырам ба деп ойлап, временно бүйтіп қосып қойдым. Бірақ жараспайтын секілді, өйткені мынау қоңыр цвет, сумочка красный, қызыл цвет деген камерада. Мынандай бусина моншақтарды жалғап тоқыған болатын.
мынау ремешокты өзгертемін, бұған отдельно осы жіптен ручкасын тоқимын. Міне, қызылды алып тастайыншы кадрдан, а то прям засвечивается. Қызыл осындай әп-әдемі шапочка моншақтарымен. Егер сіздерге мастер-класс болса, мен керек болса түсіріп көрсетемін, және тоқу барысында мынау моншақтарды қалай қыстыру керек екенін көрсетіп, үйретіп мастер-класс түсіре аламын. Сіздерге керек болса комментарийге жаза кетіңіздер. Мен жіпке тізіп отырмаймын моншақты, прям тоқып атқан кезде өйстіп моншақтарды тоқып кете беремін. Бұл өзінің бір, скажем так, хитрость, наверное, бары сонда. Егер сіздерге қызық болса, жаза кетіңіздер, мен сіздерге көрсетіп видео түсіріп кетемін. Қызылды кадрдан алып тастайын. Және бұдан бөлек мен мынандай повязкалар тоқыдым. Тоже қазақи нақышта мынандай оюларды қойып. Оны да қазір манекенға кигізіп көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне мынандай кіші қыздарыңыз болса, даже бұл менің басыма да келеді, өйткені бұл созылады. Өте әдемі тұрады. Мысалға 2-3 жасар қыздың шашы енді өсіп дұрыс жиналмай сөйтіп жүрген кезде мынаны тағып қойып, шашын бүйтіп артына жайып жіберген кезде мынау прям күшті тұрады басқа. Осындай повязка тоқыдым. Тағы да бүкіл жерде хит болып жүрген мынандай повязкаларды тоқыдым. Бұл да бордовый цвет. Бұл уже Alize жібі. Қай жіп екені точно ұмытып қалдым. Егер керек болса сұрай жатарсыздар, мен тауып прям комментарийде жауап беремін. Қызыл түс тағы да. Кадрда қызыл түсті не так передается. Это бордовый цвет. Мынау темно-красный цвет. Бағанағы кадрдан алып тастаған шапочка, ол прям қызыл алый цвет. Это темно-красный, это прям бордовый цвет. Үш оттенок қой қызылдың. Міне көрсете кетейін. Мынау ашықтау, мынау чуть темнее, а это прям темно-красный. Осындай тағы да мындай көк повязка тоқыдым. Бұл повязкалардың мастер-класстар интернетте көп. Керек болса, соған қарап тоқысаңыздар болады. Өте жеңіл тоқылады. Бұндай тағы да бір повязка тоқылғам, оны екінші қызым алып кетті. Уже тағып жүр вовсю, оны қазір көрсете алмаймын. Біраз нәрсені негізі тоқып, жан-жаққа біреулерге сыйладым. Былай да кетті, былай да кетті. Біраз тоқылған бұйымдарымды өкінішке орай көрсете алмаймын. Де. Осындай повязкалар. Және де мынандай шапочкалар. Менің күйеуім өте жақсы көреді мен тоқылған шапочкаларымды. Бұл Alize софти жібінен тоқылған. Және мынандай аппликацияны жабыстырдым. Мынау да Alize софти жібінен тоқылған. И мынандай handmade деген қыстырып қоя салдым. Мына уже мына шапкадан үлкендеу. Және бұдан үлкен бір жарым размерге үлкендеу мынандай көк шапканы тоқыдым. Бұның барлығы да Alize софти жібі. Софтимен тоқу қиын негізінде. Мын жақта прям көрініп тұрған сияқты. Видеодан прям көрінеді петельки. Өмірде тоқу атқанда бірде-бір петелькасы көрінмейді. Санап отырып тоқу керек. Осындай өте жұмсақ нәзік мынау шапкалар деген. Негізі уже көктем болды. Но все же я вязала шапочки. Осындай көрсетейін. Осындай шапка. Және тағы бір шапканы көрсете кетейін. Ол міне. Бұл тоже секционный жіп. Бірақ бұл мынандай пушистый болғанымен бұл хлопок. 100% хлопок. Мен негізінде даже Alize'нің жүнінен жасалған жібі бар ғой, атын ұмытып қалғаным ше. Alize болсын, басқа болсын,
шерсть бар пряжалардың барлығы маған жақпайды болғанда. У меня очень чувствительная кожа, и даже мен тоқып отқан кезде де қолым бәрі қышып кетеді, ашып кетеді, қайта түшкіріп сөйтіп отырамын. Сондықтан да мен жүнге ұқсайтын, бірақ жүн составында жоқ жіптерді іздеп, сондай жіптерден тоқыған жақсы көремін. Это хороший, прям качественный акрил, например, либо хлопок, пушистый какой-нибудь хлопок. Сол хлопоктарға мен мынау жіпті жатқыза аламын. Бұның атын ұмытып қалдым. Кейіннен сіздерге этикеткасын тауып көрсете жатармын. Былай қарағанда, как будто бы пряжа шерстяная. Но нет, это чисто хлопок. Дым батпайды, дым қышытпайды, такой не колючий, өте жұмсақ, нәзік пряжа мынау. Анандай жүннен тоқылған бұйымдар шамалы андай колючий болады ғой. Шарф бірдеме тоқсаңыздар мойынға қышытып сондай болады. Менің лично өзіме сондай. Сондықтан да мен осындай пушистый хлопок, я болмаса шерстің өте жұмсақ, нәзік, сондай шерстяной жіптер болады. Сондай жіптерді іздеп, тауып солармен тоқығанды ұнатамын. Және де өзімнің кішкентай қыздарыма тоқығандықтан, көбінесе ойыншық тоқығандықтан, ойыншықты сатылымға тоқығандықтан мен гипоаллергенный, теріні раздражение бермейтін бұйымдарды тоқуға тырысамын. Егер сіздерге сондай жіптерге обзор керек болса, ондай обзорда түсіремін. Болашақта ондай планда бар. Өте жұмсақ, гипоаллергенный, балаға да, кожасы чувствительный, үлкен ересек кісілерге де полезны болатын видео түсіргім келіп жүр. Ол мен өзім часто хлопокпен тоқимын, полухлопокпен тоқимын. Және де егер фактура керек болса, қалыңдық керек болса, все-таки шерстяная пряжа очень такая қалың ғой хлопокқа қарағанда. Сондықтан да мен осындай жіптерді іздеп, тауып, экспериментировать еткенді жақсы көремін. Видео такой пушистенький пушок есть. Осымен болды ау деймін. Осы бұйымдарды тоқыған болатынмын. Қазір мен сіздерге тағы бір кардиганды көрсете жатам, бірақ ол видеода дұрыс көрінбейді ау. Мен тағы да осындай кардиган тоқыдым. Бұл кардиган қазір видеоға прям кадрға сыймай тұр. 4-5 жасар қызға арналған. Мынандай қолдарын жинақ етіп резинкамен. Бұл да тоже регланом сверху. Айналдырып веерочком. Мынандай 3 пуговицасымен. Кадрға прям сыймай жатыр. Келесі бір видеоларда толығымен дұрыстап әдемілеп көрсете жатармын. Осындай кардиган тоқыған болатынмын. Осындай көрсетейін. Регланом сверху, мына жағын веерочками. Менде басқа әдемі түймелер болмады, сондықтан мынандай обычный handmade деген ағаш түймелерді тігіп қойдым. Бәлкім болашақта басқа түймелерді қадайын ба деп ойлап жүрмін. Өйткені мынау цвет сіздерге тусклый болып көрініп тұрған секілді камерада, бірақ өте мынандай сочный, әдемі түс. Бұл Ярнард джинс сплэш, по-моему. Каспида попугай деп аталады бұл жіп. Мен бұрынғы видеоларымды көрсеңіздер, дәл осы жіптен өзіме де кардиган тоқыған болатынмын. Ол кардиганды жүктілік кезінде жаз бойы поликлиникаға барып келіп жүрген кезде, таңертең барамыз ғой обычный поликлиника. Сол кардиганды киген болатынмын. Өте жеңіл, хлопокпен тоқылған кардиган. Бұрынғы видеоларымда көрсеңіздер болады. Оны прямо активно кидім. Өте приятно, өте удобно. Сондықтан да балаға да мынау жіп теріге приятный. Стиральный машинкада спокойно жуа беруге болады. Мен өзімнің кардиганымды көп кигендіктен обычный режимда, обычный быстро 30 деген режим бар ғой стиралкада. Сол режимда жуатынмын. Ештеңе де болған жоқ кардиганға міне. Осындай детский кардиган. Маған өзіме осындай секционный жіптер ұнайды, сондықтан да мен секционный жіптен көп тоқимын. Және де мен бұл ойыншықтардан, бұл кардигандардан бөлек,
кадр кестірген ойыншық қоя салайын. Мен бұлардан бөлек носки тоқып жүрмін соңғы кездері, бірақ оны келесі видеода толығымен көрсете жатармын. Крючокпен носки тоқып жүрмін. Кәдімгі ойыншықтарымның, қуыршақтарымның аяғын тоқып бастаған кезде тоқылатындай етіп, бірақ кәдімгі үлкен носки тоқыдым. Өзіме прям ұнады. Басында тоқып болған кезде мыжырайып тұрды, мынау қалай болады екен, андай презентабельный видта емес қой, егер ярмаркаға шықсам бұны біреу сатып алар ма екен деген сияқты ой болды. Потом после ВТО влажно-тепловая обработка жасадым, жуып специально андай аяқтың формасында сол носкидің размерінде етіп картоннан форма кесіп алып, оны скотчтап сол формада носкиді кептірдім. И ол прямо әдемі болып тұрды. Ол бірақ носкиді қазір мында жоқ, алып келген жоқпын. Мен өкінішке орай тезірек видеоны аяқтауым керек болып жатыр. Анда кіші қызыма баруым керек болып жатыр. Оны келесі видеода сіздерге толық көрсете жатармын. Ондай носкиге арналған формалар кептіруге через ВТО-ға специально сатылады. Wildberries'та, AliExpress'та бар, басқа да Озонда да бар. Каспийдан бірақ көрмедім. Ол жайында келесі видеода толық айтып беремін. Ал қазіргі сіздерге көрсеткім келген, айтқым келген заттар осы. Менің тоқыған бұйымдарым осы. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Тоқыған бұйымдарым сіздерге ұнаған болса, комментарийге жаза кеттіңіздер, лайк басып, өздеріңіздің ойларыңызды айта кеттіңіздер. Сіздерге тоқыған қай бұйымым көбірек ұнады? Может, кардиган, может, жилетка, может, какая-нибудь игрушка. Сіздерге мастер-класс керек болса, ол жайында да жаза кеттіңіздер. Мен прям қазір план құрып, өзім блокнотыма жазып жүрмін. Осындай видео түсірім керек, мынандай мастер-класс түсірім керек, мынандай обзор түсірім керек деген секілді. Сондықтан да сөйтіп тіркеп жазып қойым үшін сіздердің көмектеріңіз керек. Енді жоғалып кетпеуге тырысамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.